Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Ақмола облысында қара жамылған отбасыларға көңіл айтты. Жақында Шортанды кентінде барақ үлгісінде салынған үйде алдымен газ баллоны жарылып, артынан өрт шыққан еді. 4 адам бақилық болды. Олардың екеуі кәмелет жасқа толмаған бала. Діни басқарманың төрағасы марқұмдардың рухына Құран бағыштап, туыстарына қаржылай көмек көрсетті. Бірнеше азаматтарымыздан, ішінде балаларымыздан айырылып қалдық. Сол шаңырақтардың шаңырағына арнайы келіп, көңіл айттық, Құран бағышладық, сабырға шақырдық. Әрине бұндайда ел бірге ғой. Ел жұрты, халқы, елі, діни басқарма барлықтарыңыз келіп, қайғымызға ортақтасып жатқандарыңызға, көңіл айтып жұбатып жатқандарыңызға Алла разы болсын. Жарылыс кезінде үйде барлығы 12 адам болған. Денелерін күйік шалған 8 адам әлі ауруханада жатыр. Төтенше жағдайлар департаменті газ баллонының жарылуына өрт қауіпсіздігі ережесінің сақталмауы басты себеп деген тоқтам жасады. Многоквартирный үй болған, көршілерін уақытша пәтерге тұрғыздық. Облыстық немесе аудандық бюджеттен қаражат бөлініп, 3 отбасына да пәтер немесе үй алып береміз деген ойдамыз.